Әл-Фараби және Абай мыңжылдықтың қос шырағы. Мыңжылдықтың басы мен аяғында дүниеге келген, араларында ғасырлық ұзақ жол жатқан Әл-Фараби мен Абайды бір-бірімен тағдырлас, тамырлас ететін нендей сыр, нендей күш. Осы ретте оқырмандарға Әл-Фараби мен Абай арасында ұқсастықты айта кетсек. Бұл кісіден бұрында кейін де даналары болды. Бірақ Әл-Фарабиде геометрия, музыка, астрономия сияқты саласына бірдей ұлы күш қосқан, аса ірі жаңалық ашқан ғалымдарды табу қиын. Платон, Аристотель сияқты ғұламалар музыканы жөнді меңгере алмаған, өздері жазып кеткен. Бұл жарты ғасырдай Әл-Фараби шығармашылығын зерттеумен айналысып келе жатқан ғұлама ғалым Ақжан Жақсыбекұлы Әл-Машани тұжырымы. Шындығында Әл-Фараби тек ғалымдығымен ұлы емес, ол көп қырлы ғұлама, өнерпаз, ақында. Ал біздің заманымызда оған жақын рухани сабақтас адам бар ма десек? Біз алдымен Абайды айтар едік. Ұлы адамдар дүниеге 1000 жылда бірақ келеді дегендей, қазақ топырағынан шыққан екі ойшыл данышпанның арасы да 1000 жыл шамасы дейді ол. Екі ұлы бабаларын ұрпағы да дана дейді ол. Сонда олардың даналығы неде? Заманымыздың ұлы Мұхтар Әуезов халқымыз нәр алған руханияттың үш қайнар көзі бар деген. Олар біріншісі қазақ халқының көнеден келе жатқан мәдениеті мен өнері. Екіншісі орыс мәдениеті, сол арқылы келген батыс мәдениеті. Үшіншісі қазақ мәдениеті мен өнері. Осының үшеуі де Абайға да, Әл-Фарабиге де ортақ. Мәселен, Әл-Фараби ғылымның көркі, оның иесін танудың жолы екенін ескертсе, Абай жер жүзін безендірген тәңірім шебер деп ғалым несіне тәубе келтіреді. Немесе бабаның әр адамның ғаламда орны бар деген тұжырымын Абай сенде де бір кірпіш дүниеге тетігін тап та бар қалан деп нақтылай түседі. Әбу-Насыр Әл-Фарабидің дүние ғажап сен есік, жақли көзбен қарасаң, дүние қоқыс сен меншік. Көне заманғы осы ойда Абай былай деп өрнектейді. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң ар қалаң. Екі дана да дүние ғажап құбылыс екенін, әр заттың, әр адамның өз орны болатынын, орнын тапқанда ғана қадірі артатындығын, яғни Әл-Фараби Абай қағидасының адам табиғаттан үйренеді дегенге сиятынын түсіндіреді. Адамзат өз мекенінде жарастықпен, тату-тәтті ынсаппен, қанағатпен ғұмыр кешпесе, өз мекенін өзі ойрандайды. Кешегі Кеңес империясы кезінде бұлт басына түскен трагедия осыны дәлелдеп берді. Осыны көріп болжағандай, дана Абайдың адаспайтын хакімдер болмаса, дүние ойран болар еді деген сәуегейлік сөзі 1000 жыл бұрын Қайырымды қала тұрғындары кітабында баба айтқан оймен астасып жатуы кездейсоқтық болмаса керек. Тіл жүректің айтқанына көнсе жалған шықпайды. Жыр жауһары. Абай Құнанбайұлы білімдіден шыққан сөз. Білімдіден шыққан сөз талаптыға болсын кез. Нұрын сырын көруге көкірегінде болсын көз. Жүрегі айна, көңілі ояу, сөз тыңдамас ол баяу. Өз өнері тұр таяу, ұқпасын ба сөзді тез. Абай Құнанбаев, 8 аяқ. Алыстан сермеп, жүректен тербеп, шымырлап бойға жайылған, қиюадан шабып, қисынын табып. Тағына жетіп қайырған, толғау 90 қызыл тіл, сөйлемін десең өзің біл. Өткірдің жүзі, кестенің бізі, өрнегін сендей сала алмас. Білгенге маржан, білмеске арзан. Надандар бәхіра ала алмас. Қинама бекер, тіл мен жақ. Көңілсіз құлақ, ойға олақ. Басында ми жоқ, өзінде ой жоқ. Күлкішіл кердең наданның, көп айтса көнді, жұрт айтса болды. Әдеті надан адамның, бойында қайрат, ойда көз. Болмаған соң айтпа сөз. Абай Құнанбайұлы, қақтаған ақ күместе екен маңдайлы. Қақтаған ақ күместе екен маңдайлы. Аласы ақ қара көзі нұр жайнайды. Жіңішке қара қасы сызып қойған, бір жана ұқсатамын туған айды. Маңдайдан тұра түскен құрлы мұрын.
Ақша жүз, ал қызыл бет тіл байлайды. Аузын ашса көрінер кісіс тісі. Сықылды қолмен тізген іш қайнайды. Әсепбаз болма әнеге, өнерпаз болсаң ар қалан. Сенде бір кірпіш дүниеге, кетігін тапта бар қалан. Қайрат пен ақыл жол табар, қашқанға да қуғанға. Әділет шапқат кімде бар, сол жарасар туғанға. Абай Құнанбаев. Төбенде баянды еңбек егін салған. Төбенде баянды еңбек егін салған. Жасынан оқу оқып, білім алған. Би болған, бұлыз болған, өнер емес. Еңбектің бұдан өзге бәрі жалған. Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Сәрсенбай Майда Жұматқызы. Мен Некрас атындағы нөмір 9 мектеп гимназиясының 9 сыныпта оқимын. Мен бүгін сіздерге Әбу Насыр әл-Фараби атамыздың «Қағаздың түсіп бетіне» деген әнін арнағым келіп отыр. Қағаздың түсіп бетіне, сырттан бейнет тартылған, сап боп жерге сарқылған кейсіз ғұмыр өтіне. Қайыспаймын, тұрсаң артылған. Сонда беріп кетеміз молында, амандап аңсап кетеміз біз ұлы мұрат жолында. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге ашық бол, адам болам десеңіз. Тілеуің өмірің алдында, оған қайғы жесеңіз. Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ. 5 дұшпанын білсеңіз, табап еңбек терең ой, қанағат рахым ойлап қой, 5 асыл үз көмсеңіз. Тіршілікте құрыштай бол төзімді, сан мәртебе алдаса да өзіңді. Тағдырыңды еш уақытта жазғырма, тіпті кейде болса да әзәзіл азырған. Өрге жүзген өнегелесіңмен, таңдады ал дос өз теңінің ішіңнен. Жүрген жер көп, достық атты малданып, алайда тек қалма оған алданып. Абай Құнанбайұлы, айттым сәлем қаламқас. Айттым сәлем қаламқас, саған құрбан мал мен бас. Сағынғаннан сен өлі, келер көзге ыстық жас. Сенен артық жан тумас, туса туар артылмас. Бір өзіңнен басқаға ынтықтығым айтылмас. Асыл адам айнымас, бір бетіңнен қайрылмас.